Қалдарыңыз қалай? Бүгін келесі сабағымызды өтеміз. Python программалау тілінің 7-ші ерекшелігі. Бұл тақырып модульдер және пакеттерге арналады. Яғни Python программалау тілінде біз программа кодын модульдарға бөлеміз. Яғни модуль дегеніміз не? Модуль жалпы ақпарат айтайын. Бізге модуль немен көмектеседі, қандай пайдасы бар? Біз программа кодын барлық программа кодты бір файлға салған ыңғайсыз. Егер біз программа кодты бірнеше файлға бөліп салатын болсақ, онда бізге программа кодын арғырап поддержка жасау, яғни қолдау жасау, өзгеріс жасау, тағы басқа мүмкіндіктер бізге жеңілдейді. Сонымен қатар біз модульді как скрипт программа ретінде пайдалануға да болады. На самом деле, сонымен қатар біз программа кодтарын былайша айтқан кезде файлдарға бөліп тастаймыз. Қажет болған жағдайда сол файлдарды бірнеше рет пайдалануға болады программаның әр жерінде. Мысалы, бізде Python программалау тілінде бірнеше модульдар бар. Атап айтқанда, допустим, импорт, мысалы, random деген бар, бізде. Алдымен, ол модульді пайдалану үшін біз оны импорттауымыз керек. Random деген, мысалы, дайын модуль. Бұл random деген модульдің ішінде бізде бірнеше функциялар, бірнеше айнымалылар, тағы басқалар бар. Random өзін пайдалансақ, белгілі бір қызмет атқарады. Біз рандом арқылы, мысалы, кездейсоқ сандардан таңдау жасай аламыз. Рандом арқылы біз, мысалы, бірнеше функциялардың түрін пайдалана аламыз. Мысалы, run, end, 1-ден 5-ке шейін. Int. Мысалы, random, run, range деген секілді. Қай жерге жазып отырмын? Random, run, range. Мынандай бір аралықта, 1 мен 5-тің аралығында. Қараңыздар. Немесе біз басқа бір модуль импорттай аламыз. Импорт, мысалы, maths. Математикалық библиотекалар. Мысалы, maths, допустим, p константасы. Maths, мысалы, e константасы. Maths, мысалы, бізге дәрежесін шығару, 4-тің 5 дәрежесі. Maths, мысалы, бізде түбірастан шығару, мысалы. Тағы не бар? Maths, мысалы, абсолюттік мәнін алу. Тағы басқа. Яғни бізде модуль арқылы біз программа кодын файлдарға бөлеміз. Және сол файлдарды біз қайта пайдалана аламыз. Дайын функцияларды. Енді бұл жерде модульді қалай іздейді программа? Яғни файлды қалай іздейді? То есть біз программаны импорттаған кезде қалай іздейді? Ол үшін былай істеген дұрыс. Импорт системный модульді көшіріп алайық, импорттап алайық. Сол системный модулдің ішінде paths деген айнымал бар. Осы айнымалды импорттап көрсек, мына қараңыздар, экранға шығарып көрсек, бізде папкалардың тізімі шығады. Бұл папкалардың тізімі Python модульдарын іздейтін папкалардың тізімі. Python алдымен осы папканың ішін іздейді. Потом сол біз берген папкалардың ішін іздеп шығады. Стандарт библиотекалардың өзін іздеп шығады. Мысалы, стандарт библиотеканың өзі, мысалы, мына жақтан іздеп шығады. Модуль деген бұл да объект. Мысалы, type, допустим, бізде random жасадық қой, мысалы, random. Оның өзі объект. Модуль деген объект. То есть Python тілде барлығы объект.
random модулдың мысалы өзінің аты бар. Міне. То есть name деген сондай бір дандар айнымалы бар. Мысалы біз оны қай жерде тұрғанын біле аламыз. Модулдың қай жерден оны импортталғанын біле аламыз. Біз тіпті dir деу арқылы біз ол модулдың ішінде қандай айнымалылар бар екенін біле аламыз. Dir. То есть мысалы random деген модулдың ішінде мынандай айнымалылар бар екен. Мысалы просто dirді өзін жазсақ, біздің модулдың ішінде не бар екенін көрсетеді. Біздің модулдың ішінде. Қараңдар. Мен қазір бір a деген айнымал құратын болсам 12, иә. Енді қазір dir деп көрейікші. Мысалы a деген айнымал бізде шығады. Мына a деген айнымал тұр. То есть бұлар есімдер кеңістігі. Яғни біздің модулдың есімдер кеңістігі осындай есімдер бар екен. Егер dir там рандом деп көрсек, рандомның ішінде, dir рандом, рандомның ішінде осындай идентификаторлар бар ешқанда. Осындай есімдер бар. Соларды қолдана аламыз. Және сол модулдың ішіндегі функцияларды біз не істей аламыз? Модулдың атын жазамыз алдымен. Точка и сол модулдың ішіндегі функцияларды қолдана аламыз. Мысалы, жаңағы choice. Тізім беріледі, сол тізімнің ішіндегі кез келген бір санды случайно таңдап шығады. Яғни модулды импорттау деген. На самом деле модулды іздеу жолдары. Жалпы программада, жалпы системада Python paths деген айнымалы беруіміз керекпіз. Python paths. Мысалы, мен қазір жаңағы paths, syspaths деп берген кезде, байқасаңыздар, менде мынандай папка тұр, home.plib деген. Себебі бұл папка менде мына жақта көрсетілген. home.plib. Яғни бұл папка менде модулдарды сақтайтын файл ретінде көрсетілген, папка ретінде көрсетілген. Себебі қараңыздар. Мен оны беру үшін мен жаңа настройкамды ашайын. Қараңыздар. Мен мына жерде Python paths деген операциялық жүйенің айнымалысын берген. Windows'да бар, переменная среды деп аталады, или просто paths деп аталады. Өкінішке орай мен қазір мынада Windows'ды көрсете алмаймын. Бірақ ондай бар. Desktop деген, мой компьютер деген оң жағын басып, свойствосын кірсеңдер, төменгі жағында переменная среды деп тұрады. Немесе просто ағылшынша болса paths деп тұрады. Соған кірсеңдер, сендер там диалог окошко шығады. Сол жерде сендер новый переменный құрсаңдар болады. Python paths деп папкалардың бірнеше тізімін көрсетсеңдер болады. Просто Linux'те бұл осындай бір профайл деген конфигурациялық файлдың ішіне көрсетуге болады. Сол арқылы бізде конфигурацияны көрсете аламыз. Енді қараңдар, біз импорттаған кезде соны көрсетіп тұрмын. Яғни модулды іздеген кезде бірінші осы папканың ішінен іздеймін дейді. Біз тұрған жерден. Содан кейін тағы бірінші папкалардың ішінен іздейді. И менде home.plib деген папканың ішінен іздейді. Егер олардан таппаса, ары қарап стандарт библиотекаларын іздей бастайды. Жаңа мысалы import random дегендер осы жақтан іздеп тапты. Жаңа көрдік қой, біз рандомды қайдан таптық деп іздеп табу үшін файл деп көрсек, мына жерден тапты мұны. Яғни мына жақтан тапты. Random.p, яғни обычный бұл Python файл. Pythonда естеріңізде болса мен айтып кеткенмін. Pythonда там main деген функция жоқ. Pythonның кез келген файлы бұл модул болып саналады. Кез келгені былайша кезде бір-бірінен приоритеті жоқ. Кез келген программаны біз қоса беруге болады. Сондықтан мысалы жаңа syspaths деген кезде біз тізім шығардық қой. Syspaths. Біз тізімді осы жерге қосуға болады. Sys бұл кәдімгі список қой, лист қой бұл. Лист объекті. Лист объектіге мысалы бұлай қосуға болады. Append и мына жерге жаңағы объектіні қосуға болады. Қандай қажет жолды көрсетесіз, сізге папканың жолын. Сол жерден жаңағы
Python файлда Python модулды іздейтін болады. Қосуға болады осы жерден. Енді модул деген кезде біз алдына импорттаймыз, иә? На самом деле модулды импорттаған кезде біз ол программаны орындаймыз. Мысал ретінде былай істеп көрейін. Мен мына жерге бір файл құрамын, бірақ бұл жерге емес, мен жаңағы plib-тің ішіне құрып көрейін. Или жарайды, осы жерінде іздейді ғой. Осы жерден ақ құрып көре берейін. Мына қараңыздар. Мына жерге мен мысалы, давайте mod p деп көрейін. Mod p, яғни модул. Обычный Python файл. Солай ғой. Print, мысалы hello, print сәлем, print welcome. Обычно программа Python программасы. Бір def функция құруға болады. Обычно тест функциясын. Print test function. Тест функциясын шақыруға да болады маяқта. Окей, бір модул құрдық. Енді қараңдар. Мен қазір сол модулды импорттаймын. Import mod. Байқасаңдар, mod py деп жазбаймын. Себебі импорттаған кезде модулды ол бірден түсінеді. Модул екен. Орындап көрейік. Бұл қазір қараңдар. Менде mod p деген мына жақта да бар. Қазір соны орындап кеткен болуы мүмкін. Мен қазір бұл файлдың атын өзгертейін. Потому что бұның атын мен save as. Пусть бұл тест мод болсын, иә? Тест мод болсын. Енді көрейік қайтадан. Тест модул болсын. Тест модул орындап шықты. Кәдімгідей программа басынан аяғына шейін орындалды. Обычно Python программа секілді. Яғни біз импорттаған кезде, яғни импортталған файл программа на самом деле орындалады. Сонда модул деген обычный Python файл. То есть обычный Python файл расширениясы .py болу керек. Ол міндетті түрде. Неге ол міндетті болу керек? Себебі мысалы Unix системаларында давайте тест тестілайын. Просто обычный тест. Ешқандай расширение жоқ. Unix файлдарында, Unix операциялық жүйелерінде файлдың кеңейтілген аты қажет емес. Өз расширениясы қажет емес. Ол Windows жүйесінде кеңейтілген расширениясы керек. Себебі Windows жүйесінде ол регистрге тіркейді. Сол регистр арқылы ол файлдың файлға қандай программамен ашу керек екенін анықтайды. Unixте ондай емес. Unixте мысалы былай ешқандай расширениясыз код жазуға болады. Мысалы user, ал мен андай бір код жазып кетемін. Допустим, Python 3. И мына жерге мен Python деп код жаза беремін. Ешқандай расширениясы жоқ мына файлдың. Мен мысалы бір команда строка барам. Допустим, мынау файл тұр менде тест деген. else-l деген команда бар. Тестке кірсе, мына жерде правасы бар. 3 топқа бөлінеді. Юзердің правасы, юзер қосылған группаның правасы и басқалар деген. И осы жерге мен юзердің правасын өзгертем. Юзердің правасы x деген бар, executable, яғни программаны орындауға болатын қылып. Тест деген өзгертем. Енді тексеріп көрейік. Енді мына жерде мен тестте rwx деген қосылды. Алдында жоқтығым. Енді мен обычно осы папканың ішіндегі тест дегенді орындай беремін. Программа орындалды. Сондықтан Python программасы модул деп аталу үшін міндетті түрде не болу керек? .py деген кеңейтілім болу керек. Сонда біз оны модул деп атаймыз. И ол модулды біз импорттай береміз. И программаны импорттаған кезде ол программа басынан аяғына шейін орындалып шығады. Кәдімгі программаны біз запускать еткен кезде қалай қосамыз? Тура сол секілді программа орындалып шығады. Әрине мен қазір қайтадан импорттайтын болсам, программаны қазір бір өзгеріс жасайын. Print тағы да бір мысалы test module деген секілді бір сөз жазайын.
сақтаймын. И мен қазір импорттасам, менің модулым уже программа қайтып орнатылмайды. То есть жұмыс жасамайды. Ешнәрсе шығарған жоқ. Себебі Python'да модулды бір рет импортталады. Яғни бір сессияда бір рет импортталатын жасаған. Себебі бұл программаның эффективності арттыру үшін. Ол үшін біз не істеуіміз керек? Қайтадан перезагруз жасауымыз керек. Қайтадан оны қайта жүктеуіміз керек. Ол үшін отдельно бір импорт не бар, библиотека бар. То есть модул бар. Сол модулдың ішінде reload деген функция бар. Сол reload қайтадан оны жүктей алады. А так біз мынау модулды сеансты аяқтауымыз керек, сосын барып қайтадан импорттауға болады. Қайтадан reload жасалды. Яғни получается бізде модул деген обычный Python файл. Түсінесіздер ме? Расширение.py мен аяқталу керек. И импортталған кезде біз не істемеуіміз керек? О расширение көрсетпеуіміз керек. Mod py десек, ол программа ашып шығарады. Егер біз бірнеше модулды импорттағымыз келсе, бірден былай жазып кете беруге болады. Re, допустим, random, mats, қажетінше. Бұлай да бола береді. Енді қараңдар, бізде обычно былай істейді. Программада бірден бәрін былай запускать етпейді, допустим, былай істеуге болады. Егер былай істеуге болады. Былай қысып. Егер бұл программа, то есть бұл программаның аты main болатын болса, то есть main поток, main модул болатын болса, онда мына программаларды қосуға болады дейміз. Мынаны былай істейік. Болмаса просто импортталады. Все. Қараңдар. Қазір мен импортталған кезде программа орындалып шығады. Бірақ мына екінші бөлігі орындалмайды, мына код орындалмайды. Неге? Себебі мен тексеріп жатырмын. Әрбір модулдың ішінде мынандай ат бар, name деген. Және dir мен тексеріп көруге болады. Егер dir мысалы main модул болатын болса, main деген сөз, егер осы жер программа запускать қосқан кезде ол main модул болып саналады. Аты main деп беріледі. Ал импортталатын болса, ол name там аты өзгеріп кетеді. Тексеріп көрейік. Қазір менде қайтадан жұмыс жасамайды. Мен оны не істеймін? Тағы да reload жасаймын. Reload. И тест мод. Қараңыздар, программа запускать еткен жоқ. Запускать еткен жоқ деген кезде ол тест функциясы орындалды, бірақ мыналар қосылған жоқ. Мыналар орындалған жоқ. Енді тексеріп көрейік. Біздің модулдың аты тест мод. И функцияның аты тест. Функция жұмыс істеп тұр. Яғни мынау функция жұмыс істеп тұр. Ал енді мен программаның былай қосып көретін болсам, команд строкадан көрейінші қазір. Мысалы, біздің файл қазір тест мод. Егер мен қазір былай запускать ететін болсам, тест мод. Барлық функция орындалып тұр. Себебі ол не істеп тұр? Главный поток болып тұр. Осылай импортталу үшін бөлек, егер импортталмаса бөлек, осындай бір кодты бөлуге болады. Жаңа dirді айттым, не екен? Мысалы, тест модты кіріп көретін болсақ, тест модтың ішінде мынандай айнымалылар бар екен. Тест. Бұл бірақ идентикаторлар тек осы модулдың ішінде ғана жұмыс жасайды. Енді импорттаудың бірнеше жолы бар әрине. Мысалы, былай істеуге болады, импорт тест мод. Аз, мысалы, просто tm деп жасауға болады. tm. И мен аррап tm. Мысалы, тест деп жасай беруге болады. Программа істеп тұрады. Бұл не мағына береді? Просто мынан қысқартылған варианты, да? Тест модтың tm. То есть, dirді мен қазір қолданып көрсем, менде tm деген құрылады. tm деген идентикатор құрылады. tm. Сонымен қатар, модулдың ішіндегі, мысалы, from test mode,
импорт, мысалы мен тест деген функцияның өзін осы өзінің жаңағы namespace ма осы жаңағы осы модулдың ішіне көшіріп алғым келсе осылай істеуге болады. Namespace деген жаңағы жұмыс істеп тұр. Яғни маған тест мод .тест деп жазудың керегі жоқ. Раз тест деп жаза беруге болады. Енді қазір dirді тексеріп көрейік. Біздің dirдің ішінде уже тест көшіріліп қояды. Тест тұр. Енді модулға қатысты тағы не айтуға болады. Модулды скрипт ретінде пайдалануға болады. Енді пакеттер. Пакет дегеніміз не? Пакет деген енді қараңыздар. Біз модулда обычно модулдың ішіндегі айнымалылар арасында конфликт болмас үшін қолданамыз, иә? Ал енді пакет деген модулдың арасында конфликт болмас үшін қолданады. Яғни былай істеуге болады. Обычно папкаға барайық. Мысалы, мына жерде бір папкалардың тізімі бар, иә? Былай істеп қояйық. Осы жерге бір папка құрайық. Мысалы, папканың аты жай үшін пак болсын. Пакет деген қысқартылған түрі. Қараңдар, осы пактың ішіне кірейік. И осы жерге бір екі модул құрайық. Давайте мен яқтан құрам. Ctrl-C. Модул A болсын. A.py болсын. Так, оны мен пактың ішіне құрам. Бір модул, иә? Енді тағы бір файл құрам. Пусть бұл файлдың аты bp болсын. Бұл да модулдың аты. На самом деле, Python 3.3-тен бастап, бұны уже пакет деп санауға болады, бірақ оған дейін, мысалы, оған дейінгі версияларда міндетті түрде init деген болу керек болатын. Init деген файл болу керек болатын. Бірақ негізі init деген файлды құрған дұрыс. Онда мына уже пакет болып саналады. Егер команд строканы ашып қарайтын болса, қараңыздар. Tree деген пак деген пакет класс бар. Бұл біздің папка бар. Бұл папка бізде пакеттің рөлін атқарады. Оның ішінде екі модул бар. APY, BPY. Init обычно бұл пакетті импорттаған кезде шақырылатын модул. Енді жай былай сообщение жарып қояйық. Print модул A. Ал мынау print модул B. Жай ғана сообщение шығармасын, бұл белгілі бір функция болсын. Мысалы, def b деген функция бар болсын. Print b function дейік. Ал мына жерде сондай функция болсын. Def модул A. Модул A емес, функция. Бұл print A function дейсін. Қараңдар енді. Мен қазір импорттаймын. Импорт. Пакеттің атын жазамын. Пак. И модулдың атын жазылу. A модулы. Қараңдар. Мен енді былай істеймін. Пак A. .a функциясын шақыруға болады. A функциясын орындауға да болады. Орындады. Тура сол секілді екінші модулды импорттауға болады. Импорт. Пакеттің ішінде B пакеттің ішіндегі былай істеуге болмаса. Просто былай істесе де болады. Екінші жол бар. From pack A, то есть A емес B. Импорт. Мен нені импорттаймын? A деген функцияны импорттаймын. Осылай да жаздық. A емес B екен. И B деген функцияны мен істей беруге шақыруға болады.
Мысалы біз кейінірек ойын жасаймыз. Допустим, import pygame деген пакет бар. Pygame ішінде мысалы sprite деген, на самом деле pygame деген бұл жерде просто пакет болып тұр. Ол пакеттің ішінде sprite деген модуль бар. Ол sprite'ның ішінде мысалы мынандай методтар бар. Түсіндіңіз? Бізде, допустим, sprite деген класс бар. Мына пакетный жүйе деген осы. Негізгі айтайын деген осы. Енді модульді жүйесін арап тереңдетіп өту үшін біз сабағымыздың тереңдетілген бөлігінде тағы тоқталамыз. Модуль туралы тереңірек өтетін боламыз. Жақсы, сау болыңыздар. Осымен бізде Python программалау тілімен қысқаша танысу аяқталды. Бұдан кейін біз енді практикалық сабақтар өтеміз, бірнеше ойындар жасап көреміз. Одан кейін қайтадан Python программалау тіліне орындалып, осы тақырыптарды және осыдан басқа тақырыптарды біз тереңірек танысатын боламыз. Кездескенше сау болыңыздар.